Бұрын осындай семицвет жеп көріп, қалай дайындарыңызды білмей жүрсіздер ме? Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Алдымен лайк басып, тіркеліп, каналыма қоңыраушаны басып қойыңыздар. Колбасаны соломка етіп турап алдық. Корей теркасынан морковьті өткіземіз. Одан кейін алманы осылай соломка етіп тураймыз, және қиярымызды соломка етіп тураймыз. Бұған негізі капуста қосады, бірақ мен листья салат алдым. Капуста қатты болғандықтан мен пекинский капуста қосам. Ал сіздер өздеріңіз дәмдеріңізге қарай осылай листья салатта мен пекинский капустаны қоссаңыздар болады. Және де осылай свекланы корей теркасынан өткізіп саламыз. Және соломка ретінде мына флинт сухаригін аламыз. Сыр болу керек. Және де пай қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Салаттарыңыз осылай майонезді ортасынан қосып, үстінен гранатамызды салатын боламыз. Гүлге қойғанда араласпаған түрінде қоямыз, және де бұл салатты осылай араластырып жеу керек. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау саламат болыңыздар. Келесі видеомда жолыққанша.